Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін корейский салат жасаймыз, яғни сәбіз салат. 1,5 кило сәбіз аламыз, оны аршып, тазалап, қосымша осындай специялар дайындаймыз. Өзіңізге ыңғайлы терканы аламыз. Сондан кейін сәбізді біртіндеп, өзіңізге ыңғайлы қылып, шұңғыл ыдысқа салып, теркадан өткізе бересіз. Терканың ең жіңішке көзінен өткіземіз. Толықтай барлығын өткізіп болған соң, оны суын шығарып, жақсылап мұжып аламыз. Суын шығарып, әбден күш салып, жақсылап мұжып аламыз. Мұжып суын шығарған соң, уксус алып, 1 дәу қасық уксус қосамыз. Оған қосымша сол дәу қасықпен 2-3 дәу қасық су қосып араластырып, қайтадан тағы да мұжамыз. Әбден өлтіріп алған соң, чеснокты тоже өзіңізге по вкусу қосасыз, қалауыңыз бойынша. Менде жарты пиала чеснок. Чеснокты өзіңіз ең қолмен майлап турасаңыз да болады, немесе арнайы чеснокты мұжатынмен мұжып, барлығын осы сәбіздің бетіне бір бөлігіне саламыз. Бір бөлігіне толықтай салып болған соң, чесногымызды ары қарай ретімен дәмдеуіштерді қосамыз. Менде мына жерде кристалл деп аталады, яғни лакоста, тоже қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Одан соң жаңағы приправа для корейский деген приправаны да қосамыз. 1-2 или 3 қасық қоссаңыз болады. Чайный ложкамен. Қосымша ашты бұрыш немесе қызыл бұрыш қоссаңыз болады. Тоже өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Барлығын специяларды орналастырған соң, жаңағыдай күнбағыс майын қыздырып, әбден отқа қыздырып, қатты қызған мұнан соң, ең беткі бөлігіне осы специялардың бетіне құямыз жығырып. Сонда ысып, специялар еріп, жақсы сіңеді. Содан соң майды құйған соң, жақсылап қолмен барлығын бір келкаға араластырамыз. Бір келкаға араластырған соң, өзіңіз үй жағдайында қандай тұздалған қиярды, менде тұздалған қияр болды. Тұздалған қиярды қосымша жіңішке етіп турап, осы барлығы дайын болған соң, қостым. Салатқа ерекше сән береді, және ерекше дәм береді. Қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Мен 5-6 данасын қостым. Маған молырақ болған ұнады, сондықтан молырақ қостым. Тұздалған қиярдың орнына сіз тұздалған 40 қабат қоссаңыз да болады. Ол енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мына жерде мен огурцы тұздалған қиярларды қостым. Қосып болғаннан кейін, кішкене жарты сағатқа бетін жауып, салқын жерге қоямыз. Содан салқын жерден алып, тарелкаға салып, кез келген тамақпен жесеңіз өте дәмді. Ас болсын, менімен болғандарыңыз